кітап оқуға мотивация болмай жүрсе, мен сіздерге бір күшті бір мотивация беремін қазір. Менде бүгін 107-ші күн, после жаттығудан кейін менде кітап оқу уақыты. Кітапты не үшін оқу керек, білесіздер ма? Бұл үлкен, ең мықты жауап болатын еді. Егер сіз кітап оқымайтын болсаңыз, өмір сүру стиліңіз, ойыңыз, мақсаттарыңыз, бағытыңыз, деңгейіңіз қасыңыздағы, айналаңыздағы араласатын адамдардың деңгейімен бірдей болады. Сіз өспейсіз деген сөз ғой, былайша айтқанда. Егер сізде айқын мақсаттар мен армандар болатын болса, міндетті түрде кітап оқу керексіз. Именно сол өзіңіздің мақсаттарыңызға бағытталатын кітаптардан бастасаңыз дұрыс. Вот, осындай. Жан дүниеңіздің құнды, бай болуы, адамдармен үлкен мықты адамдармен деңгейлес болу үшін, балаларыңызға үлгі болу үшін, тағы қандай миыңызда жаңағыдай шектеулер болмау үшін, мышлениеңіз бай болу үшін кітап оқуға міндеттісіздер. Көреміз, қызық бекен, осы кітап туралы көп айтылып жатыр, оқып көрейін дедім.